Сәлем достар, біз бүгін әлемдік автокөлік брендтерінің басқа тілдерде қалай оғаш естілетінін біліп пе едіңіз? Олай болса, біз бүгін оғаш естілетін бір түрлі автокөлік атауларымен танысатын боламыз. Қиын жағдайға тап болмас үшін, алдымен автокөлікті экспортқа жібермес бұрын, ешкімді ренжітпеу немесе ренжітіп алмау үшін оның атауын басқа тілде қалай естілетінін бірнеше рет тексерген жөн деп ойлаймын. Олай болса, біз бастадық. Сіз үшін қызық болсын, біле жүріңіз. Автокөліктердің бірі Fiat Uno. Автокөлік Финляндияда іс жүзінде танымал емес. Өйткені ол автокөліктің атауы Uno фин тілінен аударғанда кретин дегенді білдіреді. Сол себепті де бұл көлік ол елде сатылмайды екен. Келесі автокөлігіміз Honda Fit. Швеция мен Норвегия нарықтарына шығу үшін машинаның атауын өзгерту керек болды. Өйткені ол жерде әйел жыныс мүшесінің атауын білдіреді екен бұл көлік. Европаға бұл автомобиль Honda Jazz атымен өзгертіліп келген. Келесі автокөлігіміз жапондық Hyundai Таракан. Ресейде бұл атау өте күлкілі болып көрінеді, сондықтан көлікті Таракан деп те атап кеткен. Бұл көлік Ресейге жеткізілгенімен соншалықты танымал болмады, себебі күлкілі атауына да әсер етуі мүмкін. Ендігі автокөлігіміз бәрімізге танымал Lada Kalina. Онымен де проблемалар туындаған тәрізді. Өйткені фин тілінен аударғанда бұл сөз дөрекі дегенді білдіреді. Мүмкін осы себепке байланысты Финляндия елі бұл көлікті қаламаған тәрізді. Бәрімізге танымал көліктердің бірі ол Жигули көлігі. Lada деген атпен өзгертіліп экспортқа жіберілген екен. Өйткені французша Жигули әйгілі жигла сөзімен үндескен. Ал Венгрия елінде тіпті қарғыс ретінде естілген екен. Сонымен қатар Lada сөзі де жағдайды өзгерте алмапты. Өйткені Ларда деген сөз ашкөздік деген мағынаны білдіреді екен. Атауы оғаш болғандықтан болар, бәлкім бұл көлік Европа елдерінде көп танымал болмай шықты. Келесі көлік Toyota MR2. Ол француз еліне басқа атаумен келген екен, өйткені түп нұсқа атауы Мерде-ге сәйкес келеді. Ол нәжіс немесе фекали дегенді білдіреді. Сол себепті атауын өзгертуге тура келген. Келесі көлік малайзиялық компанияның көлігі. Ол Proton Perdana деп аталады. Егерде бұл көлік біздің елге келетін болса, міндетті түрде атауын өзгертуге тура келетін тәрізді. Ең соңғы көлігіміз Mitsubishi Pajero екен. Бұл модель испан нарығында өте қолайсыз жағдай тудырған екен. Өйткені жергілікті диалекті бойынша Pajero қарғыс болып естілген екен. Бұл аймақтар үшін атауын Montero деп өзгерткен екен. Сол себепті бұл көлікті Montero деп атап келді. Видео ұнаса, өз пікіріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.